Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше кешкі астың рецептісімен бөлісетін боламын. Ерекшелігіне сәйкес дәмі де өте керемет болып шығады. Жұмсақ, сочный болып өте ерекше болып шығады. Шашлик жегіңіз келіп жүрген болса, таптырмастай рецепт үйдегілеріңіздің барлығына ұнайды деген сенімдемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға фарш, болгарский пияз, болгарский пиязды блендермен езіп алыңыздар, немесе мясорубкадан өткізіп алыңыздар. Содан кейін панировочный сухарик, свежий зелендерді, керекті приправалардың барлығын салып, чеснок саламыз. Чеснок міндетті емес, бірақ та чеснок салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Сонымен қолдың көмегімен жақсылап араластырып, шашлик қалпына келтіретін боламыз. Осылай шпажка қолдансаңыздар болады, немесе сушидің таяқшаларын қолдансаңыздар да болады. Қолды сулап отырып, жақсылап қолмен езіп, біріктіріп, осылай шашликтің формасын беріп шығатын боламыз. Шашликтің формасын бермей тұрып, 10-15 минутқа морозильникке қойып алсаңыздар, формасын жақсы ұстайтындай болады. Мен кем дегенде 5-10 минутқа қойып алдым. Содан соң осылай шашликтің формасын беріп шығатын боламыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама жаңадан келген қонақ болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Өйткені менің арнамда авторлық рецепттермен, тегін мастер-класстармен және де күнделікті жаңа видео рецептпен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Жаңадан видео шыққан кезде сіздерге хабарлама баратын болады. Ал шашликтерімізді дайындап алған соң, осылай табамызға май құйып, екі шетін 2-3 минуттан айналдыра отырып, қызартып қуырып алатын боламыз. Осы рецептпен барлық шашликтерімізді қуырып алатын боламыз. Менде 8 штук шашлик шықты. Сіздер кішілеу етіп жасасаңыздар, көбірек шығуы мүмкін, яғни 10 шақты шығарсаңыздар да болады дәл осы рецептпен. Немесе үлкен отбасы болсаңыздар, осы рецепті 2 есе көбейтіп, көбірек етіп жасасаңыздар болады. Шашликтерді қуырып болған соң картошкамызға кірісетін боламыз. Осылай алдын ала аршып, турап дайындап алған картошкамызды үстінен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосып, араластырып, жаңағы шашлик піскен майда жақсылап қуырып алатын боламыз. Ең алдымен картошканы емес, шашликті қуырып алсаңыздар, еттің дәмі картошкаға енетін болады. Сондықтан соңынан картошканы осылай қуырып алыңыздар, барлық шетін қызартып, ұзақ уақыт қуырып алыңыздар. Содан соң шашлик пен картошка қуырылған майдан қазанға азырақ құйып, үстінен картошкамызды салып, оның үстінен дайын шашликтерімізді салып, азырақ су құйып, тұзы аз болса тұзын салып, дәмдеуіштерді салып, 40-45 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Сонымен біздің керемет тамағымыз дайын. Ұнап жатқан болса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, қыздар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.